Америка, Торхан, десе де ешкім жоқ қой. Неге жоқ? Фетер, Супермен, Бэдман бар. Чотан. Екі жақтың супергеройлары соғысса кім жеңеді? Саған Супергерой ішінде кім ұнайды? Маған Тор ұнайды, а жоқ, Черный пантера ұнайды. Не ұнайды? Маған Тор ұнайды, а жоқ, Железный человек. Оның костюмы не істеп алатынын білесің ба? Саған кім ұнайды? Доктор Стрэндж ұнайды маған. Ол вақты басқа алды, ол басқаның өт алады. Чотан. Сендер екеуің адамның қиялынан жасалған болмайтын қаһармандарды айтып таласып отырсыңдар. Нағыз батырлар өзіміздің ұлан байтақ жерімізді қорғаған нағыз батырларды танулары керек. Сонда ол Человек паук Суперменнен мықты ма? Ағай, неге олар туралы кино түсірмейді? Алдағы уақытта бәрі түсіріледі жігіттер. Енді сол батырларды танымайтын сендер сияқты жігіттерге үйрететін үйірме ашып жатыр. Анау жерді көріп тұрсыңдар ма? Ертең сағат 9-да Сақадай сай дайын келсеңдер, мен сіздерге бәрін үйретемін. Сол үйірмеге келіңіздер. Жарай ма жігіттер? Сау болыңыздар, көріскенше. Балалар, қош келдіңдер. Мен Нұркен ұстаздарың боламын. Бәріміз бірінші таныс болайық. Қане сұлу қыз, өзіңді таныстыра ғой. Менің атым Айым, жасым 13-те. Астана қаласының тұрғыны. Өлең шығаруды ұнатамын. Жарайсың Айым. Енді барлығымыз осылай өзімізді таныстырып шығайық. Иә балапандар? Мен жасым онда, мен 12 жүрмін. Мен Астана қаласының тұрғынымын. Мен 5-ші классқа. Атым Бибагыз. Менің атым Раяна, мен жасым 11-де. Жас болда үйреншікті. Ой, бәрекелді балалар. Әлемдегі ең әдемі атты қойған ата-аналарыңа рахмет. Енді сол атқа заттарың сай болып, ата-аналарының үмітін ақтап, жақсы азамат болып қалыптасуға мен шын жүректен тілек